Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін өте дәмді, қолдан жайылған лағманды бірге дайындайық. Міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, жасалу жолын толықтай көрсететін боламын. Ең алдымен ұнымызды дайындап аламыз және де суымызды дайындаймыз. Суымызға жұмыртқа мен оған тұз саламыз және де жақсылап тұрып араластырып аламыз. Суымыз салқындау болғаны дұрыс. Барлық керекті заттар описанияда жазылған. Міндетті түрде оқып шығыңыздар. Ал енді қамырын жасай бастаймыз. Қамырын описанияда жазылғандай грамм, дәл сол граммдармен жазсаңыздар жақсы болып шығады. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға аз-аздап суымызды құя бастаймыз және де бір қолымызбен оны елей бастаймыз. Біздің қамырымыз тым қатты жұмсақ болып шықпауы керек, сәл қаттылау болғаны дұрыс. Осылай суымызды құямыз және де қамырымызды елейміз. Егер суымыз жетпей қалса, сәл су құйсаңыздар болады және де жақсылап тұрып қамыр елейміз. Судың жетпей қалуы ол ұнға да байланысты болады. Кейбір ұндарға су тым көп болуы мүмкін, кейбір ұндарға су жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан өз ұныңызға байланысты көресіз. Негізі жоғары сұрыпты ұнды пайдаланған дұрыс. Міне біз 15 минуттай қамырды елей бастадым. Негізі қамырды елеуге 15-20 минуттай уақытыңызды бөлсеңіз тіпті жақсы. Ең алдымен осылай салафанға салып, бетін жауып, 1 сағаттай тұндырып қоямыз. Оған дейін етімізбен айналысамыз. Етіміз менде бұл жерде сиырдың еті, оны осылай жұқалап етіп турап алғандарыңыз дұрыс. Жалпы сиыр етінен бөлек кез келген өздеріңіз ұнататын етті пайдалансаңыздар болады. Оны міндетті түрде жұқалап турағандарыңыз өздеріңізге жақсы, етіміз тез пісетін болады. Ал енді етіміз турап болған соң келесіде көкөністерімізді тураймыз. Мен бұл жерде пекин қырыққабатын пайдаланатын боламын. Оның қаттылау жерлерін ғана алатын боламыз. Және де оны видеодағыдай етіп турап шығамыз. Ал енді келесі бізде болгар бұрышы. Болгар бұрышын екі түсінде алсаңыздар тіпті жақсы. Менде бұл жерде тек қана қызыл түсі. Қызыл түсін, жасыл түсін алсаңыздар өте әдемі болып көрінеді. Оны да видеода етіп кесіп шығамыз. Ал енді келесі әрине жуа. Жуамызды да әдемілеп тұрып турап шығамыз. Жуаны әдеттегідей емес, осылай видеода еткенде турап шықсаңыздар болады. Және де қызанағымызды да турап шығамыз. Ал енді 1 сағаттай уақыт өткеннен кейін қамырымызды аламыз және де оны тағы да бірлет жақсылап тұрып, иін қандырып, елеп аламыз қолымыздың көмегімен. Тағы бір 5 минутта елегеннен кейін тағы да салафанымыздың ішіне салып, бетін жауып қоямыз. Бір 15-20 минутқа. 15-20 минут өткеннен кейін қамырымызды аламыз және де оны осындай ұзынша етіп бөліктерге бөлеміз. Пышақтың немесе осындай кескіштің көмегімен бөлсеңіздер болады. Ал енді әр бөлігімен жұмыс істей бастаймыз. Бір бөлігін алып, видеода еткендей спираль етіп, оны жаямыз. Бізде осындай ұзынша бола бастайды. Осылай әр қайсысын істеп шығамыз. Кішкене спираль етіп жазғаннан кейін жеке ыдысымызға осылай қамырымызды қойып қоямыз. Және де оның бетін не сұйық-май жағамыз. Жалпы қамырға сұйық-май көп кетеді, сондықтан молынан алып қойсаңыздар болады. Және де кеуіп қалмасы үшін бетін салафанмен жауып қоямыз. Осылай барлық қамырларымызды істеп шығамыз. Енді бір-бір тіндеп алып, әр қамырымызбен тағы да жұмыс істейміз. Ең бірінші қамырымызды аламыз. Енді оны осылай тағы да қолымыздың көмегімен
жая бастаймыз, сонда бізде осылай ұзынша болып шыға береді. Оны да жеке ыдысымызға осы видеода еткендей тура ортасынан істеп, осылай улитка сияқты айналдырып қоямыз. Және де бетіне май жағып, бетін салфанмен жауып қойсаңыздар болады. Және де дәл осылай барлық қамырмен істеп шығамыз. Осылай әр қамырды қойған сайын оның үстін майлап, бетін жауып отырамыз. Ал енді осылай қамырымызды 20 минуттай уақытқа қойып қоямыз. Оған дейін біз салмамызды дайындаймыз. Ең алдымен пешіміздің үстіне ыдысымызды қойып, оның үстіне сұйық майымызды құйып, қыздырып аламыз. Қызған майымыздың үстіне етімізді салып, оны толықтай қызарғанша қуырамыз. Етіміздің өзінің суы шығып, ол кеуіп, піскенше қуырдық етімізді. Енді оның үстіне біз пиязымызды саламыз, және де онда қызарғанша қуырып аламыз. Енді осының үстіне 2 ас қасықтай соевый соусты қосамыз, және де оны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал енді бетін жауып 20 минуттай бұқтырып аламыз. 20 минут өткеннен кейін бізде осындай болып шығады. Және де бұл бізде етіміздің өзінің суы, соған етіміз бұқтырылып пісе бастайды. Дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Менде бұл жер етім сәл тұздалған болғандықтан сәл ғана тұз ғана қостым. Және де кез келген өздеріңіз ұнататын дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Сонымен қатар 2 ас қасықтай томат пастасын қосамыз. Және де жақсылап тұрып араластырып аламыз. Дәміне қарай сарымсақ та қоссаңыздар болады. Ал енді осы етіміздің үстіне көкөністерімізді біртіндеп қоса бастаймыз. Ең біріншісі ол пекин қырыққабаты. Оны қосып жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және де 5-10 минуттай осылай бұқтырып аламыз. Бетін жауып қойсаңыздар да болады. Кейін басқада көкөністерімізді қоса бастаймыз. Менде бұл жерде болгар бұрышы және де қызанақ. Осыларды қосып араластырамыз. Ал енді үстіне сәл қайнаған суды құямыз. Суымыз әрине қайнаған болуы керек. Отымыз орташа. Ал енді бетін жауып 20-25 минуттай бұқтырып қоямыз орташа отта. Ал енді біз қамырымызға көшейік. Осылай қамырымызды 20 минуттай қойдық. Енді тура ортасынан алып қамырымызды оны соза бастаймыз. Осылай столдың үстіне 2 қолымызды 2 жаққа жіберіп спираль ретінде созсаңыздар болады. Немесе видеода көрсетілгендей саусақтардың көмегімен де созсаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша және де өз ыңғайларыңыз бойынша. Міне дәл осында әдісті де пайдалансаңыздар болады. Сонда да әдемі болып созылатын болады. Ал енді созып болғаннан кейін оның үстіне тағы да бір май жағамыз. Яғни әрбірін созып осылай майлап қоямыз. Ал енді қамырымызды осылай 2 қолымызға аламыз. Және де осылай ұрғылай бастаймыз. Сонда одан әрі жіңішкеріп және де созыла бастайды. Міне майлауды әрине ұмытпаңыздар. Міне осындай жіңішке болып шығады. Қатты жіңішке, қатты қалыңда емес. Осындай қалыңдықта лағманымыз дайын болады. Осы әдіспен барлық қамырларымызды созып шығамыз. Ал енді лағманның қамырын пісіру үшін су дайындаймыз. Ең алдымен суымызды қаттылап пісіріп аламыз. Сәл ғана тұз қосамыз. Және де лағман қамырының бәрін бірден салмайсыздар. Аз-аздап қана салып пісіріп аламыз. Яғни 4-5 бөлікке бөліп пісіретін боламыз. Осылай аз ғана қамырын салып, оны араластырып тұрып, вилканың немесе таяқшалардың көмегімен араластырып тұрып пісіретін боламыз. Пісіруіне кішкене уақыт кетеді.
Лағманың пісу уақытыны өзіңіздің қамырға байланысты. Егер қатты жіңішке болса 3-4 минутта пісуі мүмкін. Менікі бір 7-8 минутта дайын болды. Осылай пісіріп, оны жеке ыдысқа салып, үстінен салқын сумен шайып аламыз. Және де осылай тарелкемізге салып, үстіне салмамызды құйып, стөлге береміз. Осымен біздің лағманымыз дайын болды. Ұнады деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген енді өте, айта алмаймын, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған мен Диана. Келесі видеоларды кездескенше сау саламатта болыңыздар.